Басыңыз, Жаңиссарлар, элиталық жаяу әскер бөлімшесі. 14-19 ғасырлар аралығында, орта ғасырлар мен қазіргі тарихтың тоғысында Осман империясының әскері әлемдегі ең үстем әскери күш болды. Бүкіл империялар мен патшалықтар өз жолында жойылып бара жатты. Таяу шығыстан орталық Еуропаға дейін Османлы сарбаздарының батылдығы мен басымдылығына ешкім тең келе алмады. Олардың ішіндегі ең жақсысы және ең құрметтісі жаңашылдар болды. Жаңиссарлар Осман империясының әскери тарихында ғана емес, саяси тарихында да орасан зор із қалдырды. Олардың қашан және қалай жасалғаны нақты белгісіз. Өйткені тарихшылар бұл кезеңдегі османлылар жазған мәтіндерді таппаған. Сондықтан бұл өркениет туралы белгілі нәрсенің бәрі үшінші тараптың жазбалары мен дәстүрлерінен алынған. 14-ші ғасырға жататын көне Османлы мәтіндері 16-шы ғасырдың аяғына жатады. Сондықтан олардың қазіргі заманында алыс өткеннің не болғаны туралы айтылады. Жаңиссарларды 14-ші ғасырда Сұлтан Орхан Ай немесе оның ұлы Мұрат Ай жасаған. Мұрат Ай тұсында Османлылар Византия империясының еуропалық бөлігіне басып кіре бастады. Осы кезеңде Осман империясының әскери күші қалыптасып, оған көрші әскерлер, негізінен византиялықтар қатты әсер етті. Олардың сол кездегі ең тиімді бөлімшесі садақшылар болды. Олардың көпшілігі көптеген еуропалық жорықтар кезінде түрік әскери тұтқындары болып шықты. Олардың шеберлігі мен тәжірибесінің арқасында бұл сарбаздар Османлы әскеріне алынды. Олар христиан болғандықтан, олар жеке бөлімше ретінде ұйымдастырылды. Аютчери немесе жаңа сарбаздар. 14 ғасырдың екі жартысында Янисарлар Осман империясының тұрақты армиясына айналды. Бұл оларды қазіргі дәуірде Еуропадағы бірінші тұрақты армияға айналдырды. Олар бастапқыда Яяның жаяу әскеріне қосымша ретінде шайқасты. Бірақ олардың маңыздылығы ғасырдың аяғында Жаңиссарлар қазіргі дәуірде Еуропада тұрақты армияға айналған кезде өсті. Сұлтанның сарай әскерлерінің бір бөлігі болды. Капикулу. Сұлтан Аяй Мехмет тұсында Жаңиссарлар Османлы әскерінің өзегіне айналды. Ол олардың жалақысын көбейтіп, жетілдірілген қару-жарақпен қамтамасыз етті. Бұл олардың әскерде және жалпы империяда көтерілуінің бастамасы болды. Армияның тірегі ретінде Янисарлар Османлылардың оңтүстік шығыс Еуропаны жаулап алуына жол ашты. Бұл оларды 1453 жылы Константинопольді жаулап алуға әкелді. 1454 жылы Вена қабырғаларына дейін 1683 қаланы қоршауға алған 150 сарбаздың 4-тен бірі Янисарлар болды. 15 ғасырдың ортасынан 17 ғасырдың аяғына дейінгі бұл кезең олардың алтын ғасыры болып саналады. Таққа отырған әрбір сұлтан жаңадан келгендерге сыйақы төлеп, жалақысын көтеруге міндетті болды. 16 ғасырдың басында оларға үйленуге рұқсат берілді. Олардың ықпалы әрбір жаңа билеушіге қарай арта түсті. Жаңа шерушілер сұлтанның жеке күзетшісі болғандықтан, олар оның империя астанасындағы үйінде көп уақыт өткізіп, одақ құрып, билігін нығайтты. Олар әрқашан әулетке адал болды. Бірақ міндетті түрде жеке сұлтандарға емес. Сондықтан олар басқа мемлекеттердің басшыларына қарсы көптеген көтерілістерге қатысты. Империя 1622 жылы олар тіпті Сұлтан Осман Аяйны тұтқынға алып өлтірді. Ол Янисарлар корпусын таратпақ болған кезде оны тұншықтырып өлтірді. Олардың мойын сұнбауы төзгісіз болды. Алайда олардың Осман империясындағы ықпалы әлдеқайда ұзаққа созылды. 18 ғасырдың ортасында елде 110-нан астам жаңа шерушілер болды. Бірақ олардың аз ғана бөлігі әскери қызметте болды. Олар әлі де сұлтанды құлатуға және империядағы өмірді басқаруға жеткілікті күшке ие болды. Империяның кейбір бөліктері тіпті үкімет Истанбулдан қуған Янисарлардың толық бақылауында болды. 19 ғасырдың басында олардың өмір сүруі адам төзгісіз болды. 1826 жылы Сұлтан Махмуд Аяй Османлы әскерін модернизациялау және Янисарларды тарату туралы шешім қабылдады. Жаңиссарлар көтеріліс жасап, Сұлтан сарайына қарай бет алды. Көтеріліс 4 Янисардың өлтірілуімен және мыңдаған адамдардың түрмеге немесе жер аударылуына жіберілуімен аяқталып, 4 ғасырлық институтты аяқтады. Янисарлардың бірегейлігі оларды жұмысқа қабылдау мен оқытуда болды. Янисарлық әскерлерді жалдау, девширме немесе қан салығы деп аталатын салық салу нысаны арқылы жүзеге асырылды. Бұл алымның ерекше түрі болды. Ол тек отбасыларынан кішкентай ұлдарды Янисарлар ретінде оқуға алып кеткен христиан субъектілеріне ғана қатысты болды. Салық жыл сайын алынады, бірақ әртүрлі аймақтарда, әсіресе Балқан мен Анадолыда, мұндай шетелдік құрамда туа біткен саяси мүдделер болған жоқ деген ой келді. Өзімен бірге сенім хаты бар Яниссар офицері таңдалған аймаққа барып, әр 40 отбасынан бір баланы алып кететін. Орташа көрсеткіш әртүрлі болды. Өйткені олар 1-3 жыл баланы жұмысқа алуды талап етті. Чармды әзірлеу барысында деректерді жинау жөніндегі қызметкер 8 бен 10 жас аралығындағы ұлдарға назар аударып,
бірнеше ер балалары бар отбасылардан, жақсырақ ауылдық жерлерден ұлдарды таңдады. Бұл балалардың көпшілігі ақырында янисарлық жаяу әскерге айналды. Олардың ең ақылдылары ичиоландарға іріктеліп, алынып, сұлтан сарайындағы мектептерге жіберілді. Онда олар жоғары лауазымдарда қызмет етуге дайындалды. Деп сұрамаға қарамастан, жаниссарлар әдеттегі мағынада құл болған жоқ. Өйткені олардың қызметтері үшін ақы төленді және көптеген артықшылықтарға ие болды. Жаниссарлар тек христиан халқынан алынған. Олар жұмысқа қабылданғаннан кейін исламды қабылдағанына қарамастан, олар құлдық мәртебесін жоғалтқан жоқ. Жаңадан келгендер қатарына қосылуға рұқсат етілген жалғыз мұсылман азаматтары Босниядан келгендер болды. Дев Шарма 14-ші ғасырдың аяғында енгізіліп, 17 ғасырдың соңына дейін өмір сүрді. Уақыт өте келе жаңадан келгендердің санының артуы және олардың ықпалының артуы көптеген мұсылмандардың ақырында қызметке кіруіне рұқсат берді. Басында бұл тек жаңадан келгендердің ұлдары үшін ғана сақталған, бірақ көптеген жергілікті мұсылмандар да пара беру арқылы қабылданған. Жаңа шерушілер санының көбеюіне әскери қажеттіліктер де себеп болды. Жаңа шеруші болу көптеген артықшылықтар мен мүмкіндіктерге ие болуды білдіреді. Бұл олардың армияның элиталық бөлімшесі болудан қалуына және сайып келгенде тәртіптің төмендеуіне және жалпы регрессияға әкелді. Өйткені олар күшті саяси көзқарастары бар элиталық әлеуметтік топқа айналды. Күш және аз әскери күш. Соңғы күндері сұлтанның қызметінде жаңадан келгендердің аз ғана бөлігі болды. Олардың Османлы әскері үшін маңыздылығының артуы оларды іс жүзінде азат адамдарға айналдырды. Оларды отбасыларынан алып кеткеннен кейін, баланың жаңадан бастаушы болуының алғашқы қадамы исламды қабылдау болды. Ахимеоланға немесе Учиоланға іріктеуден өткеннен кейін, янисарлар корпусына іріктелгендер Анадолыдағы түрік фермерлерінің отбасыларына жіберілді. Олар сол жерде 7-8 жыл тұрып, түрік тілін және ислам дінінің қағидаларын үйренді. Олар тәртіпті үйреніп, еңбекқорлыққа дағдылану үшін әртүрлі шаруашылық міндеттерін атқарды. Сол жерден оларды Истанбулдағы оқу ғимаратына жіберді. Олардың көпшілігі янисарлық жаяу әскер болуға дайындалған. Бірақ олардың көпшілігі садақ атудан бастап, тамақ дайындауға дейін әскери қызметке қажетті әртүрлі мамандықтарды оқуға жіберілген. Осылайша, янисарлар корпусы өзін өзі қамтамасыз етуді сақтап қалды. Жаңа сарбаздарға барлық қару, жарақ пен жауынгерлік техниканы қолдануға үйретілді. Дегенмен, басты назар мүшкет атуға аударылды. Олар ұзақ қашықтыққа, кейде бір қолмен ғана мүшкет атуға үйретілді. Бұл олардың тамаша дәлдігіне және қайта жүктеу жылдамдығына әкелді. Бұл көп жағдайда еуропалық әскерлермен шайқастарда шешуші фактор болды. Олар оқу корпусында болған кезде Чеме Орлан евнухтардың бақылауында болды. Олар олардың қатаң тәртіпті сақтауын қамтамасыз етті. Әйелдер қоғамына мүлдем тыйым салынды. Ал ұлдарға өздерінің кішкентай, тұйық топтарында өмір сүруге үйретілді. Олар жаңа сиқыршылар болған кездегідей өмір сүреді. Оқытудың бұл кезеңі шамамен 6 жылға созылды. Содан кейін олар операциялық бөлімшелерге, орталарға жіберілді. Соңғы кезең жаңа шерулерді салтанатты түрде қабылдау болды. Барлық түлектер сап түзеп, жаңа командирінің алдына шықты. Олардың әрқайсысы ерекше қалпақпен қабылдау туралы куәлік алды. Келесі күні кешке бірге дұға еткеннен кейін, жаңа янисарлар шапандарын киіп, командирінің қолынан сүйді. Содан кейін ол оларға жолдастар ретінде жүгінді. Жаңа иссарлардың ең ерекше белгісі сөзсіз кітап қалпағы болды. Дегенмен, кейбір жаңа иссарлық бөлімшелер бас киімнің басқа түрін киген. Кітап ақ түске боялған ұзын жеңді жүннен жасалған қалпақ болды. Оның маңдайына әскери атағына қарай қауырсынды түйреуге болатын төсбелгі тәрізді металл пластина бекітілген. Қалпақтың артқы жағы соншалықты ұзын болды. Ол иығынан төмен түсіп, сарбазды күннен, ыстықтан және жаңбырдан қорғады. Стандартты киімнен басқа, жаңа сарбаз шалбар мен қысқа күрте киген. Олар күртешелерінің үстіне долама деп аталатын ұзын жүннен жасалған пальто киген. Олардың етіктері былғарыдан тігілген. Аға офицерлер мен кейбір артықшылықты бөлімшелер сары форма киген. Янисарлар бөлімшесіндегі ең құнды құрал жабдықтар олардың қазандығы болды. Янисарлар күн сайын тамақ ішу үшін қазанның айналасына жиналатын. Қазанда шерулерде ерекше мақтанышпен киілетін. Қазанның аударылып кетуі бүліктің белгісі болса, қазанның жоғалуы ең үлкен масқара болып саналды. Жаниссарлар әртүрлі қару жарақ қолданған. Ертеде олар садақ ататын садақшылар болған. Атыс қаруы енгізілгеннен кейін көп ұзамай жаниссарлар сиқырлы аркебустарға көшті. Олар салмағы 80 грамға дейінгі оқтарды ататын үлкен диаметрлі сіріңке мылтықтарының бір түрі болды. Жаңашылдар өздерінің сіріңке мылтықтарына ұзақ уақыт жабысып, салыстырмалы түрде кешірек шақпақ тас мүшкеттерін қолдана бастады. Ұзақ қашықтықтағы қарулардан басқа, олар килит жығылыштары және янисарлардың қолтаңбасы болған скимитарлар деп аталатын түріктің ерекше иілген артқы жағындағы қылыштары, сондай ақ әртүрлі полюс қарулары, жауынгерлік балталар
гальберттер және тирпандар сияқты жақын қашықтықтағы қару жарақпен қаруланған. Шортандар янисарларды жек көретін жалғыз қару болды. Өйткені бұл олардың батылдық туралы идеяларына қайшы келеді деп есептеді. Дәл сол философия оларды сапта шабуыл жасаудан сақтады. Жаңашылдар бұл ұрыс әдісін тым есептелген және олар болған ержүрек жауынгерлерге лайық емес деп санады. Османлы шайқасының стандартты тактикасы жаңашылдар саптың ортасында, ал атты әскерлер олардың алдында және қапталында орналасуы болды. Сапахидің атты әскері шабуылды бірінші болып, жауға қарай ұмтылып, оның қорғанысын бұзуға немесе оны ұрысқа тартуға тырысты. Содан кейін генисарлар Метрахане әскерлері жігерлендіріп, алдымен мушкеттерінен оқ жаудырып, содан кейін қалың бұқарамен шабуылдады. Ұрыс даласындағы жаулар алғашында бұл қатыгез тактикаға жауап бермеді. Алайда, еуропалық әскерлер тәртіпті жаяу әскер бөлімшелерін енгізе бастағанда, янисарлардың шабуылдары сәтті болмады. 18 ғасырдың аяғында янисарлардың тактикасы ескірді. Бұл эксклюзивтіліктің жоғалуына және тәртіптің төмендеуіне әкелді. Олардың тағдыры ақырындап өліп бара жатқан бүкіл Осман империясының тағдырымен қайталанды.